Видеомыз басыламас бұрын лайк, подписация басуды ұмытпаңыздар. Ерте заманlarda бір кедей кемпір болыпты. Ол кемпір аяғы ауыр әйелдерге босануына жәрдем беретін болған екен. Әйелдер бұл кемпірдің қолы жеңілдеп, көп әйелдер босану үшін көп келетін болған екен. Бір күндері түн ортасында есігін біреу қағады. Кемпір есігін ашты, ешкім жоқ екен. Кемпір қате естіген шығарман деп қайтадан орнына жатады. Бірақ тағы бұл жағдай 2 рет қайталанады. 3-ші рет есік қағылғанда ашса бір кісі екен. Оның түрі, реңі бөлек, апуайы адамдарға ұқсамайтын адам екен. Келінім босана алмай жатыр, соған жәрдем бересіз бе дейді. Кемпір қарап тұрып разылығын береді. Олар жолға шығады. Жаңағы алып кете жақ адам кемпірге көзіңізді жұмыңыз. Біз айтпағанша ашпаңыз, болмаса өліп кетесіз депті. Кемпір көзін жұмып отырады. Жолда күрсілдеген, түрсілдеген оқ дауыстарын естіп қорқып отырады. Бір жерге келгенде апа көзіңізді ашыңыз дейді жаңағы кісі. Кемпір көзін ашып қараса бір үйге келіпті. Төрінде бір жас келіншек босана алмай қиналып жатқан екен. Кемпір бірден жұмысқа кірісіп, келінді аман-есен босандырып алады. Нәрестенің кіндігін кесіп, баланы шомылдыратын су әкеліңіз дейді. Кемпірді ертіп әкелген кісі ол хәзір дейді де, біраз уақыттан соң судың орнына сүт әкеледі. Баланы шомылдырып батырып қараса, сүт құйылған ыдыс қоңысының ыдысына ұқсайды екен. Кемпір хайран болып қалады. Басқаларға білдірмей, жүзігін сүт ыдыстың ішіне салып жібереді. Кемпір жаңа туылған нәрестені шомылдырып болғансын, сүтлі ыдысты жаңағы кісіге қайтадан беріп жібереді. Үй иелері мол сыйлықтар береді, әмде үйіне әкеліп те тастайды. Кемпір таң атқаннан ыдысты тексеру үшін қоңысының үйіне барады. Жаңағы ыдыс көзіне түседі. Ыдыстың ішіндегі сүт тұрған екен. Сүтті сүзіп алып, жүзігін тауып алады. Сол кезде бейтаныс адам емес екенлігін, жын екенлігін түсінеді. Қоңысына болған жағдайдың бәрін айтады. Қоңысы келінге сүтіңе жынның баласы шомылғанлығын айтады. Әмде бұл сүтті адам аяғы баспайтын жерге төгу керек екенлігін айтады. Қоңысының келіні негізі бұрыннан салақ еді. Ырым-сырымдарға сенбейтін, майлық сүлгілерді айлап жумайтын. Кешкі ауқаттан соң ыдысының жууға ерініп те ұйықтап қалған екен. Үйіндегі ауқаттың бетін жууға да ерінген екен. Сол күні де сүттің бетін жаппай ұйықтап қалған екен. Сол себеп үшін сүтлі ыдысты алып, өз баласын шомылдырғызып, қайтадан орнына қойған екен. Жіндердің қолы қоңысы келіннің жуылмаған посудасына тигеннен соң, келіннің үйіне берекесі қашып, өмір жолдасының мол табыс тапса да, негедір жұғысылы болмайды екен. Содан басылап ел ішінде түнге қарай сүт пенен суды, ас ауқатларды аузын ашып қоймау, ыдыс аяқларды жумастан ұйықламау керек екенлігі туралы ырымдар содан бізге дейін жетіп келген екен. Достар, тазалыққа не жетсін? Лайк, подписация басуды ұмытпаңыздар, достар.